Жылқының еті мен қымыз Еуропа елдерінде үлкен сұранысқа ие болуда. Париждегі танымал мейрамханалардың аспаздары жылқы етін дәстүрлі тағамдарына қоса бастаған. Ал елімізде жылқы бағып қымыз өндіретіндердің қатары көбейіп келеді. Әріптесім Мәриям Бейсен ата кәсіпті табысты агрокәсіпке айналдырған шаруашылықта болып қайтқан еді. Соңғы кездері Жетісу өңірінде жылқы еті мен қымызын өндіруге ден қойғандардың қатары көбеюде. Өйткені қымыз бен жылқы етіне деген сұраныс жоғары. Талғар ауданы Бірлік ауылындағы жылқы өсірумен айналысатын мына шаруашылықтың құрылғанына биыл 12 жыл. Бүгінде қорасында 50 бас жылқы ұстайды. Жылқыны сүймейтін қазақ жоқ, сондықтан өзіміз жылқыға жақын болғаннан кейін шаруашылықты осы малдың төресі деп жылқы малынан бастап отырмыз. 10 жылдан асты шаруашылықтың істеп жатқанына. Шаруашылықтың жылқылары қысы-жазы жайылымда жүреді. Далада жайылған бие сүтінің құрамындағы Б дәруменінің мөлшері шамамен 2 есеге, ал С дәрумені 10 есеге дейін артады. Себебі өз аяғымен жайылған мал шөптің шүйгіні мен өзіне керегін теріп жейді. Саумалы жайында көп айтып жатыр, оның пайдасы адамның денсаулығына қандай әсері бар екенін көп насихаттап жатыр ғой. Біз де сол бағытта жұмыс атқарып жатырмыз. Сонымен қатар жылқы жазға да, қысқа да өте төзімді. Бие сүті өзінің химиялық құрамы жағынан басқа малдың сүтіне қарағанда өзгеше, әсіресе лактозаға бай. Ғалымдардың зерттеуінше оның құрамында 20 түрлі май қышқылы мен дәруменнің 23 түрі, 30 түрлі минералды заттар мен лимон қышқылы бар. Шаруашылықта биелерді арнайы сауын құрылғысымен сауады. Аппаратпен сауғанның ең жақсысы өте таза болады. Жұмысымыз жеңіл, бізге де жақсы. Мұнда күніне 100 литр сүт сауылады. Жаңадан сауылған сүттің құрамы тұрақты, түсі, иісі, дәмі бұзылмаған, бактериядан таза болады. Мұндай сүттің емдік қасиеті жоғары. Содан болар оны тұтынушылар бірден сатып алып кетеді. Өнімнің сұранысы қазір өте жоғары. Негізгі сұраныс алушы адамдар өзіміздің ауыл тұрғындары, аудан орталығынан, қаладан да келіп емдікке алып жатқан адамның саны қазір көп. Шаруашылық бие сүтімен бірге жылқы етінде өндіруді жолға қойып отыр. Ол үшін арнайы бордақ алаңы жұмыс істейді. Былтыр 25 тонна жылқы етін өндірген. Болашақта аналық мал басын 100 басқа дейін жеткізіп, ет пен сүт өндірісін ұлғайтуды көздеп отыр. Жұмыла көтерген жүк